каналымның тұрақты көрермендері және қонақтары, орыс тіліндегі сабақтарымызды бүгін ары қарай жалғастырамыз. Көп болды, орыс тілінде сабақтар салынбай кетті. Ағылшын тіліне көбірек мән беріліп, енді бүгін орыс тілінің де кезегі келді. Орыс тілінен енді мен сіздерге тілдің негізін құрайтын іргетас сияқты материалдарды түсіндіріп жатырмын ғой. Жаңағы склонениелер, зат есімнің склонениесінен бастап жатырмыз. Біраз жалықтырып жіберуі мүмкін, кешке дейін ресми түрде осындай тақырыптарды өткізе беру. Сондықтан да бүгінгі сабақта орыс тілінің иірімдері деп атап, орыс тілінің бір ерекшеліктеріне тоқталғым келіп отыр. Мысалы үшін біздің қазақ тілімізбен салыстырғанда, біз көжені ішеміз, ал орыс тілінде көже желінеді. Көжеден басқа сұйық заттың бәрі ішіледі, бірақ көже желінеді. Бірақ біз оны қазақ тіліне көжені ішеміз деп аударамыз. Өйткені қазақ тілінің нормасына сай біз көжені ішеміз. Яғни мен көже ішіп отырмын, немесе жалпы мен көже ішемін, көжені жақсы көремін деген мағынада я ем суп болады. Я ем суп, я пью суп демейміз. Тек қана көжеден басқа сұйық заттарды ішеміз, көжені орысша жейміз. Сонымен жеу, кез келген тамақты жеу, есть. Жеу деген сөз, есть. Мен көже ішемін, я ем суп. Сен көже ішесің, ты ешь суп. Еш мягкий знак жазамыз, бірақ еш деп жуан қылып айтамыз. Естеріңізде бар, оны түсіндіргенмін. Ол көже ішеді, он ест, ест суп, ест демейміз, ест суп дейміз. Біз көже ішеміз, мы едим суп, мы суп едим. Олар көже ішеді, они едят суп. Міне көжені ішу және көжені орыс тілінде жеуге байланысты сіздерге берейін деген ақпаратым осы. Екінші бір айтайын дегенім, орыс тілінде бір-біріне ұқсас сөздер өте көп. Олардың мағыналары әртүрлі. Тек қана бір әріп қана қосылады, немесе бір әріп қана кешіріңіздер түсіп қалады, сол кезде оның мағынасы өзгеріп кетеді. Мысалы үшін ондай сөздерді паронимдер деп айтамыз. Сол бір паронимге мысал келтіргім келіп отыр, поделка және подделка деген сөз. Бірінші поделкада бір ғана д жазамыз, поделка. Ол қолдан жасалған әртүрлі бұйымдар, қолөнер бұйымдары. Мысалы үшін поделка из дерева, ағаштан жасалған бұйымдар. Поделка из стекла, әйнектен жасалған бұйымдар. Әртүрлі заттан жасалған қолөнер бұйымдары поделка. Ал подделка, егер екі д жазсақ, онда ол қандайда бір түпнұсқа құжаттың заңсыз көшірмесін жасау. Мысалы үшін подделка документов. Құжаттардың заңсыз көшірмесін жасау. Фальшивка деп айтады ғой, өтірік көшірмесін жасау. Ақшаның әдетте, например, аферистерді көшірмесін жасайды. Подделка денег преследуется законом. Ақшаның көшірмесін жасау заңмен қудаланады. Немесе ақшаның көшірмесін жасаған адамдар заң алдында жауап береді. Сонымен қатар подделка дегеннің екінші мағынасы бұл жаңағы түпнұсқадан көшірілген зат. Мысалы үшін әйгілі брендтер бар ғой. Dolce Gabbana, Molce Gabbana, Calvin Klein, Salvin Klein. Сондай әйгілі брендтердің подделкасы жасалады. Кейде мынандай естіп жатамыз, это качественная подделка дегенді. Бұл сол брендтердің түпнұсқа өнімі емес, бірақ оны сапалы түрде барынша соған ұқсатып, сапалы материалдарды қолданып көшірмесін жасаған. Ол да подделка деп аталады. Сонымен орыс тілдің иірімдеріне арналған қысқаша ғана сабағымыз осымен тамам. Келесі сабақтарда кездескенше аман сау болыңыздар.